Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тауешкі белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жыл тек жақсылығымен келсін, табысымен, молшылығымен келсін. Барлықтарыңыздың жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Енді сіздер үшін 2024 жылдың бірінші айы, қаңтар айы қандай болмақ? Осы айда сіздер үшін бірінші сектор, бірінші дом деме өте маңызды болады. Бірінші домнан барлығы басталады. Барлық белгі үшін бірінші дом жалпы өте маңызды. Неге? Өйткені ол өзіне қатысты жұмыстар, өзіне байланысты домдардың бірі. Яғни осы айда сіздер өздеріңізге көбірек көңіл бөлесіздер. Өздеріңіздің түр әлпетіңіз, өздеріңіздің имиджіңіз, жеке басыңыздың жұмыстарына көбірек фокусыңыз ауатын болады. Яғни өзіңізбен жұмыс жасайсыз, өзіңізбен айналысатын боласыздар. Екінші қаңтар күні бізде Меркурий планетасы ретро қозғалыстан сіздердің 12-ші домдарыңызда шығатын болады. Жалпы алдыңғы айда менде жұлдызнама шықпаған болатын желтоқсан айына. Сол желтоқсан айының 13-ші күні бізде Меркурий планетасы ретро қозғалысқа кірген болатын. Жалпы Меркурий планетасы жылына 2-3 рет ретро қозғалыста болады. Енді осы 2-ші қаңтар күні ол ретродан сіздердің 12-ші домдарыңызда шығатын болады. Әрдайым айтып жүрмін, Меркурий планетасының ретро кезінде кішкене тасымалдау жүйесінде, транспорт жүйесінде ақаулар болып жатады, түсініспеушіліктер болып жатады. Жалпы Меркурий планетасы адамның ұшқыр ойына, ойлау қабілетіне және мышлениясына жауап береді. Сондықтан Меркурий планетасы өте маңызды, және ол ретроға кірген кезде кішкене кейбір жұмыстар тоқтап қалып жатады, артқа қарай кейбір жұмыстар тоқтап қалып жатады, созылып жатады, мерзімінен артық уақытқа созылады кейбір жұмыстар. Сондай мәселелерде сондай мәселелер болады. Енді сіздердің 12-ші домдарыңызда болғандықтан бұл жерде ішкі состоянияларыңыз, яғни сіздердің ішкі жан дүниелеріңіз осы уақытқа дейін, осы бір айдың ішінде сіздер өздеріңіздің іш шақтарыңыздан бір нәрсені түйіндедіңіздер, бір нәрсені түйдіңіздер, бір байламға келдіңіздер, немесе сіздерде мощный бір ішкі жұмыс болды. Осы кезде өзіңіздің ішкі состоянияңызбен жұмыс. Және 12-ші дом бұл бізде денсаулыққа да байланысты. Көп адамдар осы кезде жаңағы изоляцияда жатады, оқшауланады. Мысалы, кейбір адамдар үйде жатады, ауырып қалып жатады, немесе емханада жатуы мүмкін. Осы Меркурийдің ретро кезінде сондай жұмыстар болған болса, онда барлығы өзінің ағынына түсе бастайды. Және де 12-ші дом бізде иммиграцияға жауап береді. Көбінесе жер аудару, басқа жаққа көшу дегенді білдіреді. Сондықтан Меркурий планетасы болғандықтан мүмкін сіз жаңа жылда жаңа жаққа көшу жоспарыңызда болса, сол мәселесінде өзіңіздің жоспарларыңыз тиянақталатын болады. Және де сол мәселесінде бір құжаттар дайындаған болсаңыздар, жеке басыңыздың сол құжаттарыңыз біраз уақытқа созылған болған болса, сол жұмыстар сіздерде шешіле бастайтын болады. Одан кейінгі келесі аспект бізде 5-ші қаңтар күні болады. Марс планетасы бірінші домдарыңызға кіретін болады. Жалпы бірінші дом сіздер үшін осы айда маңызды деп айттым. Осы жерде бірінші планета болып Марс кіретін болады осы домдарыңызға. Неге маңызды десеңіздер, сіздердің көптеген жеке планеталарыңыздың барлығы осы бірінші домдарыңызда шоғырланатын болады. Яғни сіздердің бірінші домдарыңызды маңызды етеді. Және бірінші домда сіздердің өздеріңіздің белгілеріңізде шоғырланады осы планеталардың барлығы. Сондықтан да бірінші дом маңызды. Енді Марс планетасы бірінші домға кірген кезде, соңғы бір айда сіздің энергияңыз іш жаққа бағытталған болса, агрессияңыздың бәрі іш жаққа, өзіңізге ашуланған болсаңыз, онда енді бірінші домға кіргенде сіздің агрессияңыз керісінше жаңағы импульсыңыз, энергияңыздың барлығы сыртқа бағытталатын болады. Яғни өте энергичный боласыз. Бір жұмыстарды тез-тез аяқтауға тырысасыздар. Көбінесе өзіңізге байланысты болады. Көп адамдар операция жасап жатады. Енді Марс планетасы бұл адамның басын
бағасына жауап бергендіктен бет әлпетіне операция жасайды кейбір адамдар. Одан кейін кейбір адамдар спортқа көбірек көңіл бөле бастайды, спортқа келеді кейбір адамдар. Өйткені Марс планетасы бірінші домда болғанда енді адамның энергиясын қай жерге расходовать ететінін білмей қатты энергичный болады да. Сондықтан көп адамдар спортқа бағытталса өте жақсы болады. Енді бұл тауешкі белгісі болғандықтан бұл жерде Марс планетасынан нені сұрайды тауешкі белгісі? Бұл жерде кішкене сабырлы болуға, ұшқалақ болмауға, жалпы сондай болуды сіздерден тауешкі белгісі талап ететін болады. Өйткені тауешкі белгісі өздеріңіз білетіндей өте салмақты белгілердің бірі. Аяқсыз қалған жұмыстарды ұнатпайды, барлығын уақытымен істеуге, барлығын ойланып істеуге шақыратын белгілердің бірі. Сондықтан қатты ұшқалақ болмау осы кезде өте маңызды. Одан кейінгі келесі аспект 7-8 күні болады. Меркурий планетасы мен Нептунның арасында квадрат аспекті болады. Бұл кішкене напряженный аспект. Сондықтан бұл жерде кішкене иллюзия болуы мүмкін, ұмытшақтық, жаңағыдай рассеянность болады адамда. Жалпы бағана айттым ғой, Меркурий планетасы адамның ұшқыр ойына, мышлениясына жауап береді. Енді Нептун планетасы бұл Меркурийға келіп жаңағы квадрат аспектін жасағанда Меркурийді кішкене жолдан тайдырады. Меркурийдің көзіне жаңағы розовый очки дейді ғой, сондай киілетін болады. Былайша айтқанда тауешкі белгісі де өте трезвый, сондай барлығын тура көретін белгілердің бірі болғанымен Нептунның жаңағы энергиясының алдында өз-өзін ұстай алмай қалуы да әбден мүмкін. То есть айтады ғой, не устоять деп, сондай жағдай болады сіздерде. Яғни осы кезде бір өте маңызды бір жұмыстарыңызды, кездесулеріңізді пландауға, жоспарлауға кеңес бермеймін. Өйткені көбінесе сіздерде күдікшіл болып, жаңағыдай кейбір көз алдыңыздағы нәрсені көрмей қалып, сондай бір рассеянность сіздерде болады. Сондықтан 7-8 күні көбінесе өздеріңіздің сондай бір жаққа бару керек болса, немесе сондай бір документтер жөнінде жұмыстарыңыз болса, оларды 9-ы, 10-ы, 12-сі күндерге қалдырсаңыздар болады. Өйткені 9 мен 12 күн арасында бізде гармоничный аспект болады. Бұл күн планетасы мен Уран планетасының арасындағы тригон аспекті. Бұл жерде сіздердің 1-5 домдарыңыз болғандықтан, бұл жерге сіздердің 1-5 домдарыңыз қатысқандықтан, сіздерде жеке басыңызда түр, бет, әлпет, имиджіңізда резкий бір өзгерістер болуы әбден мүмкін. Яғни ерекше бір өзгерістер болуы мүмкін, яркий өзгерістер. Басқа адамдар сізден күтпеген бір өзгерістер болуы мүмкін. Сіздердің жалпы имиджіңізда, дене бітіміңізде, немесе түр әлпетіңізде сондай бір өзгерістер болуы мүмкін. Егер де қандай да бір жұмыстарыңыз болса, кездесулеріңіз болса, осы күнге жоспарласаңыздар өте қолайлы болады. Одан кейінгі келесі аспект бізде 11 күні болады. 11-і ай туатын болады. Жаңадан ай туған кезде жаңа энергия деп айтам. Жаңа поток энергия келеді адамға. Және бұл сіздердің 1-ші домдарыңызда өздеріңіздің белгіде туатын болады. Енді айдың өзіңіздің белгіде тууы бір обновленияны білдіреді. Бұл 12 айда бір рет болатын құбылыс. Сондықтан сіздер үшін бұл обновление және 1-ші домда өздеріңіздің белгілеріңізде болғандықтан жаңа бастамалар, жаңа қадамдар болуы сіздер үшін әбден мүмкін. Енді бұл 1-ші домның сферасында болады. Қандай да бір қадамдар болса, 1-ші домның сферасы, яғни өзіңізге байланысты, жеке басыңызға байланысты, сіздің жаңағы бет әлпет, түр келбет, имиджіңізға байланысты, сіздің жалпы басқалармен қалай сөйлесетініңіз, сіздің басқаларға қандай отношение, қарым-қатынас жасайтыныңыз, сіздердің сөйлеу мәнеріңіз, жалпы сіз туралы қандай да бір процестер жаңадан қосылатын болады, жаңа бастамалар болады. Кейбір адамдар осы кезде мысалы өзін қолға алып жатады, өзінің жеке дамуына көбірек көңіл бөледі, өзінің состояниясына көбірек көңіл бөлетін болады.
Одан кейін 14 күні бізде Меркурий планетасы да осы сіздердің бірінші домдарыңызға келіп кіреді. Енді Меркурий бірінші домға кірген кезде көптеген процестердің барлығы тез-тез жүретін болады, тез-тез басталады, тез-тез қимылдайтын боласыздар. Жалпы Меркурий бірінші домға кірген кезде көп адамдар сөйлеу мәнері өзгереді, сөйлеу мәнері өте керемет болады. Осы кездері бір жерде выступать ететін болсаңыз, бір көп группа жаңағы адамдардың арасында сөйлеу керек болса, өте мықты болады речіңіз, осы кезде сөйлеу мәнеріңіз өте керемет болады. Одан кейінгі келесі аспект 20-21 күні болады бізде. Күн планетасы 20 күні сіздердің екінші домдарыңызға кіретін болады. Күн планетасы екінші домға кіргенде сіздер ресурстарыңыз көбейеді. Екінші дом жалпы сіздердің қаржылық жағдайларыңызға, самооценкаларыңызға жауап береді. Самооценкаңыз көтеріледі күн планетасы бойынша, эгоңыз жоғарылайды. Және де сіздің қолыңызда бір ресурс болады. Ол мейлі жаңағыдай сізде ментальный ресурс болсын, ол жаңағыдай қаржылай ресурс болсын, сіздерде бір ресурс пайда болады, кірісіңіз, табысыңыз көбейеді, самооценкаңыз жоғарылайды. Сондай бір сіздің самооценкаңызды көтеретін жағдайлар болуы әбден мүмкін. 21 күні осы күн планетасына Плутон кіріп, соединение жасайтын болады. Енді бұл бір жылда бір рет болатын аспект, сондықтан осы аспектті қолдану керек. Жалпы Плутон планетасы алдыңғы 15-20 жыл бойы сіздердің екінші домдарыңызға кіретін болады. Енді алдыңғы жылдарда сіздер үшін кіріс, табыс көзі және де өзіңіздің жеке табысыңыз ең бірінші планға шығатын болады. Жалпы осы күнге дейін сіз бір адамнан тәуелді болсаңыз, зависимый дейді ғой, сондай зависимый болсаңыз, енді осы аспект сіздерге өзіңіздің өміріңізді өз қолыңызға алуға, яғни бөлектенуге уақыт келді деген сөз. Жалпы өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды дұрыстауға, өзіңіз табыс көзін табуға уақыт келді деген сөз. Енді Плутон планетасы бұл масса, адамдар, ал күн планетасы бұл сіз, өзіңізсіз. Сондықтан осы кезде барлық тізгінді өзіңіздің қолыңызға алу керектігін білдіретін аспект. Жалпы өз өміріңіздің сапасын жақсартуға уақыт келді деген сөз. Ал егер сіз бұл аспектті қолданбайтын болсаңыз, онда өзіңізді жаңағы Плутонның энергиясына тапсыратын боласыздар. Жалпы өмір ағынына өзіңізді тапсырасыздар. Сондықтан осы аспектті пайдалану керек. Плутонның трансформационный энергиясын міндетті түрде пайдалану керек. Одан кейінгі келесі аспект 25 күні бізде ай толатын болады. Ай арыстан белгісінде сіздердің 8-ші домдарыңызда толатын болады. Ай толған кезде мен әрдайым айтам, адам кішкене эмоцияға беріледі, қатты эмоционировать етеді. Осы кездер адам бір қорытынды шешімдер жасайды, бір жұмыстардың кульминациясы болады. Жалпы ай толған кезде бұл 6 ай бұрын басталған мәселелер болуы мүмкін. Сіздерде августтың 16 күні ай туған болатын. Осы арыстан белгісіне сол кезде қандай жұмыстар басталды, сол кезде қандай жұмыстар талқыланды, сол жұмыстардың осы кезде кульминациясы болады. Яғни сол жұмыстар аяқталады, сол жұмыстар шешілетін болады. Немесе сол кезде сөйлескен нәрселеріңіздің түйіні осы 25 күні жасалатын болады. Енді 8-ші дом болғандықтан бұл недвижимость мәселесі болуы мүмкін. Жалпы мемлекеттен алатын қандай да бір көмектер болуы мүмкін. Сол жаздың соңғы айынан бері сіз қандай да бір құжаттар өткізіп келген болсаңыз, құжаттар рәсімдеп келген болсаңыз, солардың шешімі шығады, немесе сіздің қарызыңыздан құтыласыз. Мүмкін недвижимостьқа байланысты ипотека деген сияқты қарыздар болуы мүмкін. Кейбір адамда сондай мәселелер шешілетін болады. Немесе сіз соны перерасчет жасайсыз, немесе кейбір адамдар мүлдем жауып жатады өздерінің ипотекасын, немесе керісінше осы кезде ипотекаға үй алуыңыз мүмкін. Әркімде әртүрлі болады. Немесе кейбіреу адамдарға осы кезде сондай бір социальный выплаталар түсуі әбден мүмкін. Осы күнге дейін соған жаңағыдай документ, құжаттар тапсырып келген болсаңыздар. Кейбір адамдар психологпен жұмыс істеген болса, өзінің
ішкі психологический состояниясы болуы мүмкін. Сондай мәселелерде өздеріне түсінік кеп, жалпы өздерінің қолына алып, өздерінің сондай бір өзімен ішкі жұмыстарын аяқтап жатады. 28, 29, 30, 31 күндері қыдыру, демалу деген сияқты қандай да бір жоспарларыңыз болса, осы күн керемет. Әсіресе қыдыруға, әсіресе демалысқа барып келуге өте керемет кезең. Сондықтан осы гармоничный аспекттарды өздеріңізге жақсы жағынан пайдалануларыңызға тілектеспін. Жалпы осы айға арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз осындай. Барлық планеталардың энергиясын өздеріңізге тек жақсы жағынан пайдаланыңыздар. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын, бақытты болыңыздар, бай болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.